Құрметті жерлестер, қайырлы күн. Жаңақазан ауылдық округінің сайлаушылары. Алдымен өзім таныстырып өтейін. Алайда барлықтарында мені танитын боларсыңдар. Осы Жаңақазан ауылының тумысы Бақтыгереев Жанболат Бақтығалиұлымын. Ауданның аумақтық сайлау комиссиясының төрағасы болып қызмет атқарамын. Өздеріңе белгілі, бұрынғыдай емес, 2021 жылдан бері мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың бастамасымен ауылдық округ әкімдері ауылдық округ тұрғындарымен тікелей сайланып келеді. Осы сайлау сіздің округтеріңізде 3-ші рет өткелі тұр. Бүгінгі пікірсайысқа әкімдікке кандидаттар, ауылдық қауымдастықтардың, қоғамдық ұйымдардың өкілдері, ардагерлер, бақ өкілдері, сайлаушылар қатысып отырғандарын қатеріңізге береміз. Кезекті рет 26 жылдың 26 сәуірінде осы ауылдық округінің әкімнің сайлауын өткізу тағайындалған болатын. Учаскелік сайлау комиссиялары 6 сәуірден бастап өз жұмысына кірісіп кетті. Қазіргі таңда сайлауды өткізуге арналған күнтізбелік жоспарға сай, үміткерлер өздерін ұсынып, құжаттарын тіркеп, Жаңақала ауданының аумақтық сайлау комиссиясына тапсырып, сенімді өкілдерін белгілеп, үгіт-насихат жұмыстарын жүргізуде. Жалпы ауылдық округ әкімдігіне үміткер ретінде 5 кандидат тіркелген болатын. Алайда бір кандидат өзінің өтініші негізінде кандидаттан бас тартты. Барлығы да осы аудан көлемінде тұратын азаматтар. Сіздердің алдарыңызға бүгінгі пікірсайысқа 4 кандидат қатысқалы отыр. Ауданның аумақтық сайлау комиссиясы сайлаудың және үгіт-насихат жұмыстарының айқында ашық өткізілуі мақсатында барлық керекті хабарламаларды Жаңақала ауданы әкім аппаратының сайтында сайлау бөлімінде, аудандық жаңарған өңір газетінде, әлеуметтік желілерде жариялап, және осы пікірсайысты ұйымдастырып отыр. Құрметті ауыл тұрғындары, енді осы кандидаттар арасында өтетін пікірсайысқа қош келдіңіздер. Жаңақазан ауылдық округінде 2 сайлау учаскесі бар. Ондағы жалпы тұрғындар 2206 адамды құраса, сайлаушылардың тізіміне 1163 сайлаушы енгізіліп отыр. Сайлау учаскелері сайлауға дайын, мүгедектігі бар адамдарға қолайлылық жағдайлары жасалған. Қазіргі кезде әр сайлаушыға шақыру қағаздары үлестірілуде. Пікірсайыс әртүрлі көзқарастың, ой пікірлердің ортаға салынып, көпшіліктің талқысына ұсыну алаңы болып табылады. Сол арқылы сайлаушылардың дұрыс таңдау жасауына мүмкіндіктерін ашады. Біз пікірсайысқа қатысушы барлық тараптардан оның ережелерін қатаң сақтап, электоралды мәдениеттің озық үлгісін көрсетеді деп есептейміз. Құрметті сайлаушылар, баршаңызды 26 сәуір күні өз учаскелеріңізге келіп, елдің игілігі үшін өздеріңіздің қалаған үміткерлеріңізге дауыс беруге шақырамыз. Енді осы кандидаттарды таныстыру және пікірсайысты жүргізу үшін тізгінді модератор Қайыров Нұртас Ғарифоллаұлына беремін. Пікірсайысқа белсенді қатысуларыңызды сұраймын. Тыңдағандарыңызға рахмет. Қайырлы күн, Жаңақазан ауылдық округінің сайлаушылары, әлеуметтік желіні пайдаланушылар. Біз бүгін округ әкіміне кандидаттардың қатысуымен өтетін пікірсайысты Жаңақазан ауылдық округінің әлеуметтік экономикалық дамуы тақырыбына арнауды жөн көрдік. Өйткені ауыл тұрғындары себебі ауыл тұрғындары толғандыратын мәселе ауылдың дамуы, әкімдікке үміткерлерді де осы бағыттағы мәселелерді өздеріңмен ақылдасып, бір мәмілеге келгенді жөн көрдік. Ауылдық округте 2 денсаулық сақтау нысаны бар. Біреуі Жаңақазан ауылының емханасы, екіншісі Жуалой елді мекенінің фельдшерлік амбулатория пункті. Округ бойынша Жаңақазан ауылында мектеп, бөбекжай, балабақша, Жуалой елді мекенінде мектеп, шағын орталық жұмыс істеуде. Ауылдық округ бойынша Жаңақазан ауылында мәдениет үйі, 2 кітапхана, Жуалой елді мекенінде 1 кітапхана бар. Ауылдық округтың негізгі күнкөрісі мал шаруашылығы. Ауылда 78 шаруа қожалығы,
6 жауапкершілігі шектеулі серіктестігі және 24 шағын кәсіпкерлік субъектісі бар. Ауыл аманаты бағдарламасы арқылы 3 жеке кәсіпкер жұмыстануда. 2 жеке кәсіпкер мал шаруашылығымен, 1 жеке кәсіпкер жылыжаймен айналысады. Пікірсайыс Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясының сайлау алдындағы пікірсайыстарды өткізу қағидалары мен шарттарын бекіту туралы қаулысына сәйкес дәстүрлі 3 кезеңнен тұрады. Бірінші кезеңде әкім лауазымына үміткерлер ауылдық округтың әлеуметтік экономикалық дамуына бағытталған сайлау алды бағдарламамен таныстырады. Екінші бөлімде кандидаттардың бір-біріне сауал қою арқылы азаматтық ұсынымы мен түйінді мәселелерге көзқарастары белгілі болады деп үміттенеміз. Үшінші кезең ауыл тұрғындарының сауалдарына жауап беріледі. Біз тараптар пікірсайыстың осы ережелерін бұлжытпай сақтайды деп сенеміз. Пікірсайыс Батыс Қазақстан облыстық аумақтық сайлау комиссиясының Facebook парақшасында тікелей эфирде көрсетілуде. Бүгінгі дода өңірлік және аудандық бақ құралдарында көрініс табады деп сенеміз. Алдымен кандидаттардың сөйлеу ретін анықтап алу үшін жеребе таратуды ұсынамыз. Кандидаттарды шақырайық ортаға, келіңіздер. Ал нөмір сандарыңыз бойынша бірінші кандидат Қосанов Нұркен. Екінші. Үш. Төрт. Құрметті халайық, пікірсайыс бастамас бұрын кандидаттардың өмірбаянымен таныстыруды рұқсат етіңіздер. Үміткер Қалиев Ербол Қалиұлы. Қалиев Ербол Қалиұлы 1984 жылы 2 қазанда Батыс Қазақстан облысы Жаңақала ауданы Бірлік ауылында дүниеге келген. Ұлты қазақ, отбасылы 3 ұл, 1 қызы бар. 2002 жылы Жаңақала жалпы орта білім беретін мектебін бітірген. 2007 жылы мұнай құбырлары мен мұнай қоймаларын жобалау және де салу және пайдалану мамандығы бойынша жоғарғы білім алып шыққаннан кейін 2008 жылы Орал қаласындағы металлоизделие жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен металл құрылымдарының слесарі болып алғашқы еңбек жолын бастаған. 2009-2011 жылдары Орал қаласындағы Уральск агроремаш акционерлік қоғамына металл
металл құрылымдары нөмір 4 цехының белгіленушісі. 2011-2012 жылдары Жаңақала аудандық білім беру бөлімінде құрылыс күрделі және ағымдағы жөндеу маманы. 2012-2022 жылдары Жаңақала аудандық сәулет, қала құрылысы және де құрылыс бөлімінің бас маманы. 2022-2023 жылдары Жаңақала аудандық білім беру бөлімінің мемлекеттік сатып алу маманы. 2023 жылы аудандық сауықтыру және оңалту орталығына мемлекеттік сатып алу маманы. 23 жылы 10 қазандан бастап Жаңақала ауылдық округ әкімі аппаратының бас маманы. 2024 жылы Жаңақала ауылы әкімдігі орынбасары болып тағайындалған. Қазіргі уақытта Жаңақала аудандық сәулет, қала құрылыс және де құрылыс бөлімінің басшысы қызметін атқарып келеді. Үміткер Ғаниева Ақжарқын Әміржанқызы. Ғаниева Ақжарқын Әміржанқызы 1991 жылы маусым айының 15 күні Батыс Қазақстан облысы Жаңақала ауданы Жаңақала ауылында дүниеге келген. Ұлты қазақ, отбасылы, 2 ұл, 1 қыз бар. 1998 жылы Мәжит Жүнісов атындағы жалпы орта білім беретін мектебіне 1 сыныпқа қабылданып, 2009 жылы аталған мектепті бітірген. 2009-2012 жылдары аралығында Батыс Қазақстан инженерлік технологиялық колледжінен есептеу техникасы және де бағдарламамен қамтамасыз ету мамандығы бойынша оқыған. 2022-25 жылдары Қазақстан инновациялық және де телекоммуникациялық жүйелер университетінің қашықтан оқыту бөлімін ақпарат жүйелер мамандығын бойынша білім алған. Еңбек жолы 2012 жылы Жаңақазан дәрігерлік емханасында ИЕМ операторы болып жастар тәжірибесімен бастаған. 2014 жылдың қаңтар айынан 2020 жылдың желтоқсан айына дейін Жаңақазан ауылдық округі әкімі аппараты мемлекеттік мекемесінің жетекші маманы болып қызмет атқарған. 2020 жылдың желтоқсан айынан күні бүгінге дейін Жаңақазан ауылдық округі әкім аппаратының бас маманы қызметін атқарып келеді. Үміткер Жомартов Жақсылық Жомартұлы 1983 жылы 7 ақпанда Батыс Қазақстан облысы Жаңақала ауданы Жаңақазан ауылында дүниеге келген. Ұлты қазақ, отбасылы, 1 ұл, 1 қызы бар. 89-2000 жылдар аралығында Мәжит Жүнісов атындағы жалпы орта білім беретін мектепте білім алған. 2004 жылдары Батыс Қазақстан университеті қаржы және несие мамандығы бойынша тәмамдаған. Еңбек жолы 2004 жылы Чапай ауылында Ақжайық аудандық пошта бөлімінде қаржы қызметінің технигі болып бастаған. 2005-2019 жылдары Жаңақазан ауылдық округ әкімі аппаратының бас маманы, аппарат басшысы қызметін атқарған. Қазіргі кезде уақытша жұмыссыз. Келесі үміткер Қосанов Нұркен Сабырғалиұлы. 1986 жылы 3 қаңтарда Батыс Қазақстан облысы Жаңақала ауданы Жаңақазан ауылында дүниеге келген. Ұлты қазақ, отбасылы, 3 ұл, 1 қыз бар. 2009 жылы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті туризм мамандығы бойынша бітірген. Еңбек жолын Ақжайық аудандық туризм және экологиялық орталығында үйірме жетекшісі болып бастаған. Әр жылдары Жаңақала ауданының Мәжит Жүнісов атындағы жалпы орта білім беретін мектебінің түрлі қызметтерін атқарған. 2019 жылдан бастап аталған білім ордасының директорының шаруашылық жөніндегі орынбасары қызметін атқарып келеді. Құрметті пікірсайысқа қатысушылар, кандидаттардың осыған дейін атқарған қызметімен және де олардың өмір жолымен таныстыңыздар. Енді әр кандидатқа сіздердің алдарыңызда өз бағдарламасын таныстыруға мүмкіндік береміз. Бағдарламамен таныстыру әр кандидатқа 6 минуттан уақыт беріледі. Жеребе бойынша бірінші болып Қосанов Нұркен. Ассалаумағалейкум, құрметті ауылдастар, пікірсайысқа келіп тұрған ауыл тұрғындары, барлықтарыңызға қош келдіңіздер деймін. Мына енді менің сайлауалды бағдарламамен таныстырып өтейін. Бірінші бағдарламам округ тұрғындарының әлеуметтік тұрмыстық даму деңгейін көтеру.
екіншісі елді мекендердің тазалығы, санитарлық жағдайын және абаттандыру бойынша жұмыстарды жүзеге асыру, соның ішінде жеміс ағаштарын егуге және арнайы техникалық базаларды қамтуға үлес қосамын. Ауылдық округке қарасты елді мекендердің кіреберіс жолдарын жөндеу жүргізуге, соның ішінде жолай ауылдың кіреберіс жолына шиыршық тас төсеу жұмыстарын қарастыру. Төртінші, тұрмысы төмен әлеуметтік жағынан қорғауға мұқтаж азаматтарға көмек көрсету мақсатында қайырымдылық акцияларын тұрақты өткізу. Бесінші, жолай ауылдық округі бойынша мал моласын салуға ықпалдасу. Алтыншы, жөндеу қажет ететін бар бөгеттерді қайта жаңғырту. Алтыншы, округ тұрғындарының аулаларына техникалық су қамтамасыз ету бойынша шаралар ұйымдастыру. Ең соңғы бағдарламам жас кадрлар ауылға жұмысқа тарту. Ауыл мұғалімдері мен дәрігерлер мамандарының өзіміздің ауылға келіп жұмысқа орналасу жөніндегі көмек көрсету. Ендігі бірінші мәселеге тоқталатын болсам, округ тұрғындарының әлеуметтік тұрмыстық даму деңгейін көтеру мақсатында бізде енді қазіргі ауылға қарағанда ауылда бізде шүкіршілік суымыз келіп тұр, газымыз бар. Енді кішкене қиыншылықты көрсетіп тұрған жол болар. Енді жолда енді Құдай қаласа келіп қалар, жақында қалды. Енді жол келсе, ауылға техникада қарым-қатынаста көбейді деген мақсатта ойлаймын. Енді жаңағы біздің почтамыз бар мына жерде. Мына жерде магазиндеріміз бар. Соларда жол жөнделсе, солардың тамақтарының кішкене арзандауына себеп болады деген мақсатта ойлап отырмын. Енді екіншісі, елді мекендердің тазалығы, санитарлық жағдайын және абаттандыру бойынша жұмыстарды жүзеге асыруға, соның ішінде жеміс ағаштарын егуге арнайы техникалық базаны қамтамасыз ету. Енді өздеріңіз білесіздер, ауылдың айналасы бізде қыста қар ергеннен кейін қағаз пакет салафандар ұшып көбейіп кетеді. Соларды тазалауға, немесе ауылымыздың ішіндегі іргелерінің арт-жақтарында күл қоқыстарды шығаруға, соларды ұйымдастыру, көптеген акциялар ұйымдастыру, көшелерде бір-бірінен ұйымдастырып, акциялар ұйымдастырып, тазалық акциясы бар, сенбіліктері бар, жақсы соларды ұйымдастыру. Сосын әрбір көшелерге, әрбір тұрғын үйдің есік алдына жеміс жидектер ағаштарын еккізу, соларды ықпалдасу, солар егізу. Үшінші, тұрмысы төмен әлеуметтік жағынан қорғауға мұқтаж азаматтар көмек көрсету мақсатында қайырымдылық акцияларды өткізу. Енді қайырымдылық акцияларды өткізу үшін өзі қазақтар енді өзімізді ана халықпыз ғой, сол айтқандай қайырымдылық жасасаң қайырымын өзің көресің дейді деген екен халқымыз. Енді қайырымдылық жасау әрбір өзіміздің ауылымыздағы ер азаматтың қолынан келетін іс деп ойлаймын. Енді өзіміз жасап жиналып, ауыр аңсы бар, тағы да жағдайлар шамалы отбасылар бар, соларға барып қайырымдылықтарын көрсетіп, сол үшін мектептерде жол акциясы деген қайырымдылық қолдары бар. Жақсы кәсіпкерлермен келісе отырып, солармен бірге дайындау, солармен бірге жүргізу. Ендігі соңғы жолай ауылдық округ бойынша мал моласын салуға ықпалдасу. Енді мал моласы біздерде білесіздер, өзіміздің ауылдың шет жағында жаңадан салынған мал моласы бар. Дәл сондай етіп, жолай ауылды мекендеріне салу. Мысалы, сонда ауылда жолай мекендерінің малдарын далаға барып тастамай, оны өртеу, көму жұмыстарын жасау, оны далаға лақтырып тастағаннан кейін одан деген көптеген мал аурулары шығуы мүмкін. Ит құстар жиналып тастауы мүмкін мына жерге. Жөндеу қажет бар бөгеттер, қайта жаңғырту жұмыстары. Бөгеттеріміз бар, бізде білесіздер, ауылымыздың қасымызда. Сол бөгеттерді кеңіту, тереңдету, қазу. Мына білесіздер, қасымызда балабақша бар. Балабақшаның айналасы жылда көктем кезінде суға толады. Сол суларды жырып, сол көктем кезіндегі бөгеттерге жырып айдау. Екіншісі, соңғы округ тұрғындарының аулаларын техникалық су қамтамасыз ету бойынша шараларды ұйымдастыру. Енді мына бұрынғыда білесіздер, бір аяғда да болды, өзімізде ауылда техникалық суды мына айдыннан немесе өзеннен тартып отырды. Солар жұмыстарды қайта жандандыру, насостар қойып, су насостарын қойып, пластик тұрбаларымен тартып, каждый ауылдың есік алдына әкеліп кіргізіп беру. Сол техникалық су пайдалану. Мысалы үшін біздерде қазіргі уақытта ауыз суды да, сол малға да, құрылысқа да, бәріне де ауыз суды пайдаланып жүрік.
техникалық су келсе кішкене ауыз суға үнемдеу болады деген өзімнің ойым. Ең соңғысы енді жас кадрларды ауылға жұмысқа тарту. Ауыл мұғалімдерін, дәрігерлер, мамандарын өзіміз ауылға келіп жұмысқа орналасу. Енді көптеген қазіргідей замандарда салынып жатыр, үйлер салынып жатыр, жақсы жас мамандарға деген, соларды беріп, жас мамандарды ауылға тартып, жұмысқа орналастыру, немесе кәсіпкерлермен, зәттермен келісіп, үлкен қожалықтармен, бір бас үлкен ірі қара мал болғанмен бір бас қойды беруге, бір алдына салып беруге, отбасылар келсе, мектептің жағдайын көтеруге алыстан келген. Мал өсірсең қой өсір, төлеуін көлік өсір дейді. Сол сияқты бір бас қойдан беріп, оны бағып өсіріп, ары қарай айналдырып кетсе, сол өзіне кішкене көмек болады деген ойдамын. Тыңдағаныңызға рахмет. Келесі кандидатымыз Ғалиев Ербол Ғалиұлы. Құрметті Жаңақазан ауылдық округ тұрғындары, сайлауалды бағдарламаны таныстыруға рұқсат етіңіздер. Мен Ғалиев Ербол Ғалиұлы, Жаңақазан ауылдық округ әкімінің лауазымына өткен жағдайда Жаңақазан ауылдық округінің өркендеуі үшін білімім мен күш-жігерімді аямай қызмет етемін. Жалпы ауданымыздың тұрмыс тіршілігін жақсы білемін. Осы орайда негізгі мәселелерді шешу жолында аянбай қызмет ететін боламын. Бүгінгі күнге дейін жинаған білімім мен тәжірибемді ауыл тұрғындарының өмір сүру сапасын жақсартуға бағыттаймын. Менің сайлауалды бағдарламам тұрғындардың табысын арттыру үшін ауыл тұрғындарына және жастарға берілетін түрлі мемлекеттік бағдарламалармен және ауыл аманаты бағдарламасы арқылы несиелер, қайтарымсыз гранттар алуға жәрдемдесу. Екінші, әлеуметтік осал топтағы кезекте тұрған азаматтар үшін тұрғын үй салу жұмыстарын жүргізу. Үшіншіден, шаруа қожалықтарының және кәсіпкерлердің түрлі мемлекеттік бағдарламаларға қатысып, несиелер алуына көмектесіп, соның нәтижесінде жаңа жұмыс орындарын ашуға ықпал етемін. Электр желілерін ауыстыру жұмыстарын жүргізу бойынша жұмыстар жүргізу. Бесінші, ауылдық округ аймағында жасыл желектер отырғызып, көгалдандыру жұмыстарын жүргіземін. Алтыншы, ауыл ішіне көше жарықтарын орнату бойынша жұмыстар жүргізу. Ең соңғысы жетінші, ауылдық медициналық пункттерді сапалы медициналық көмек көрсетуді ұйымдастыруды қамтамасыз етемін. Рахмет. Келесі кандидатымыз Ғаниева Ақжарған Әміржанқызы. Қайырлы күн, құрметті қонақтар, жерлестер, ауылдастар, сайлаушылар. Жаңақазан ауылдық округі әкімнің лауазымына өткен жағдайда осы кезге дейінгі алған білімімді, жинаған іс тәжірибемді округ тұрғындарын әл ауқатын, тұрмыс тіршілігін жақсарту үшін және шаруашылық құрылымдарын экономикалық нығаюына жұмсаймын. Ауылдық округтың әлеуметтік, экономикалық және көкейкесті мәселелерін шешу үшін жасаған сайлау алды бағдарламамды таныстырып кетейін. Ең алдымен шаруа қожалықтарына кәсіп бастаймын деген азаматтарға мемлекеттік бағдарламалар түсіндіруге, қатысуға, қолдау көрсету арқылы жаңадан жұмыс орындарын ашуға жұмыстанатын боламын. Біздер өздеріңізге белгілі, ауылымыздың ең басты маңызды табыс көзі мал шаруашылығы болғандықтан бұл салаға көңіл бөлемін деп айта аламын. Бұл бірінші бағдарламам бойынша пайдаланылмай отырған ең алдымен ауыл аманатының жер аманаты бағдарламасы аясында пайдаланылмай отырған, жұмыс жасамай отырған шаруа қожалықтарынан қайтаратын жерлерін кәсіп бастаймын деген жас ауылдың азаматтарына беруге жұмыстанатын боламын. Келесі, инвестор тарту арқылы ауылға жаңа жобалар әкелу. Бұл бойынша бұл ең алдымен жаңа біздің бюджеттің қаражатын көбейтуге үлкен көмек, сондай-ақ ауылдық жерде жұмыс орындарының ашылуына көптеген үлкен себеп болатын болады, жұмыссыздықпен күресу үшін. Яғни бұл жерде де ең басты жаңағы біздің бағытымызға қарай
мал сою орны, ет комбинаты, тері өңдеу цехтары сияқты, сондай-ақ қызмет көрсету жұмыстары, жаңа шаштараз немесе жаңа фастфуд орталықтары, тағам орындарын ашу бойынша жастарға жұмыс жасайтын болам. Бұл жерде жаңағы жастар әйелдер кәсіпкерлігін дамыту бойынша да бағдарламам жүзеге асатын болады. Мал басын асылдандыруға, мал бордақылау орындарын салуға жұмыстанатын болам. Бұл бойынша президентіміздің бастамасымен жүзеге асып жатқан төменгі пайызбен ауыл аманаты бағдарламасы бар. Сондай-ақ жаңағы кәсіпкерлік бастаймын дегендерге қайтарымсыз гранттар бар. Барлығына көмектесіп, құжаттарын жинауға қолдау көрсететін боламын. Ауылдық округтердегі әлеуметтік нысандарды кезең-кезеңімен біртіндеп жаңғырту, күрделі жөндеуден өткізу. Жаңғыртуға алдағы уақытта Жуалы елді мекеніндегі 27 жылға клуб мекемесі мен Жаңақазан ауылдық округінде 2028 жылға жаңа емхана құрылысын жоспарлап отырмыз. Сондай-ақ күрделі жөндеуді қажет ететін Жүніс мектебінің бастауыш мектебі, сондай-ақ Айгөлек балабақшасын бағдарламама қосып отырмын. Электр линияларын жаңалауға жұмыстану, округ сырты ауылдық округ елді мекендер ішіндегі электр линияларын жаңалауға жұмыстанатын боламын. Ауыл ішінде ауыз суды үнемдеу мақсатында техникалық су тарту жұмыстарын су құбырын тарту жұмыстарын жүргіземін. Сондай-ақ Құлшық құмының суының қанша уақытқа жететіні белгісі болғандықтан ауылымыздың шетіндегі Айыпсай қыстағының маңындағы төлеуқұдықты әкімшіліктің теңгеріміне алып, одан жаңғырту жұмыстарын жүргізіп, ауыз судың біткен жағдайда дайындап қоятын боламын. Кіреберіс және ауыл ішілік жолдарды уақытылы күтіп ұстау, ол енді қатқыл табанды жол төселгенше уақытылы қырып күтіп ұстауды қамтамасыз ететін болам. Округтегі жолдарға қатқыл табанды жол төсеуге жұмыстану. Біздерге биыл күз айына дейін мына күре жолдың қатқыл табанды жолы келеді деп есептеп отырмыз. Келесі жылға одан кейін кірме жолдарымыз және ауыл ішілік 1-2 көшені қатқыл табан жол төсеуге жұмыстанамын. Жаңақазан ауыл Жуалы елді мекендерінің көше жарығын көбейтуге, толыққанды көше жарығымен қамтамасыз етуге жұмыстанамын. Ауылдың тазалық санитарлық мәселелерін реттеу, күн тәртібінен үнемі түспейтін ең басты мәселеміз болып табылады. Мына құжатсыз жүрген тұрған карьер, полигон жақтағы қоқыстар, қара жол жағындағы қоқыстарын түбегейлі бітеп, үлкен полигонды қалыпқа келтіруге жұмыстанамын. Қоғамдық тәртіпті сақтау бойынша жүйелі жұмыстар жүргізу, учаскелік полиция инспекторының жұмысын жандандыру, ауылдық округтегі кәмелетке толмағандар ісінен бастап үлкен жылдамдықпен жүретін автокөліктердің, сондай-ақ тазалық, барлық тәртіптерді ретке ішкі істер бөлімімен бірлесіп тәртіпке жүйелі жұмыстар жүргізетін боламын. Жуалы елді мекеніне жаңа трансформатор орнату, мал моласын салу, бөгеттерін тазарту, ең басты үлкен мәселе мектептің 11 жылдығын сақтап қалуға жұмыстанатын боламын. Тұрғын үйлер салу Жаңақазан Жуалы ауылдарында тоқтамайтын болады. Қаладан ауылға жобасы арқылы Жуалы елді мекеніне отбасыларды көшіріп әкеліп, мүмкіндігінше барлық қолдау шараларын тұрақтап қалуға барлық қолдау шараларын жүргізетін боламын. Сондай-ақ жастардың уақытын тиімді өткізу мақсатында мәдени спорттық шараларды көбейту, мәдениет үйі спорт кешенімен бірлесіп, сондай-ақ модельді кітапханада да көптеген жастардың бос уақытын өткізуге арналған былтырғы жөндеуден кейін көптеген мүмкіндіктер бар. Ауыл жастарын соған тартатын боламын. Және көп балалы отбасылар, жалғыз басты осал топтарды тұрғын үймен қамтамасыз ету кезең-кезеңімен жүргізетін боламын. Тыңдағандарыңызға рахмет. Түсінікті. Келесі Жомартов Жақсылық Жомартұлы. Құрметті ауылдастар, сайлаушылар, мен ауыл әкімі етіп сайласаңыз алдағы 4 жылда жұмыстанатын боламын. Бірінші кезеңде тазалықтан бастау керек деп ойлаймын. Ауылдың санитарлық тазалығын бақылау, ауылды көгалдандыру, ағаш отырғызу акцияларын өткізу, ұйымдастыру. Мысалы, сенбіліктер өткізу, тағы да акциялар өткізу, солай бағдарламалар ұйымдастыру. Жаңақазан, Жуалы, Айыпсай елді мекендеріне мал қорындарын, мал моласын және күл қоқыс тазалайтын орындарды ретке келтіру.
Мысалы бұл уақытта жаңа қазанда мал моласы бар, ретке келтірген, енді ана Айыпсай жола елді мекендерге соған ретке келтіріп белгілерін қойып ретке келтіру керек. Жаңа қазан ауылда тұрғын үйлерін пластика құбырлар арқылы көл сумен қамтамасыз ету. Мысалы бұл уақытта да пластикалық құбырлар тартып, бұрын енді біздің жаңа қазанда болды, темір тұрғанмен тартылған болды, оны алып тастады, жолға мешайт етеді, анда мешайт етеді, енді деген соны пластикамен тартып жер арқылы жолға да кедергі жасамай, бір жағынан мына ауыз суын үнемдеуге жақсы үнем болады деп ойлаймын. Жаңақазан ауылда паром көпіріне шлюз салу мүмкіндігін қарастыру және көпірді кеңейту. Бұл мәселе бойынша да баяғыдан көтеріліп отырған мәселе. Бұл ауылда соған деген паромды екі машина екі жол жасайтын қылып, кеңейтіп, бір-біріне кедергі болмайтын етіп, екі машина өтетін қылып, жан-жағын қоршау жасап, или шлюз салып, су келген жағдайда ашып жауып отыратын еді. Жаңақазан жол Айыпсай елді мекендерінде электр желілерін жаңарту және жарықтандыру сапасын арттыру. Бұл мәселе бойынша да осы қыс уақытта свет сөніп, 2-3 күн свет болмай, сондай қиындық туғызған уақыттар болды. Соған енді трансформаторларын жаңартып, желісін жақсартуға жұмыстанамын. Жол Айыпсай елді мекендеріне баратын кірме жолдарды көтеру, ауылшылық жолдарды жөндеу және жол салу дейді. Бұл мәселе бойынша енді Жаңақазан ауылда енді асфальт келіп қалар, енді Алла қосса бана енді бана ішкі жолдарды реттеп келтіруге, бекітуге жұмыстанамын. Жол Айыпсай кірме жолдарында кейбір жерлер ұстайтын, қысқы уақытта кіріп отырған батып қалатын жерлер бар, соларды бекіту. Шағын және орта бизнесті және жас кәсіпкерлер мен фермерлер мемлекеттік бағдарламаға қатысуға бағыттау. Бұл мәселе бойынша жұмыстар көп деп ойлаймын. Себебі деген ауылда бос жүрген жастарға түрлі кредиттарға ұйымдастыру, қайтарымсыз гранттар алып беруге жұмыстанамыз. Интернет жылдамдығын арттыру мақсатында байланыс операторларымен жүйелі келіссөздер жүргізу. Бұл мәселе бойынша да біздерде бұл мәселе бойынша да біздерде актив Билайн сейттер істеп тұр, бірақ бана свет түсініп қалған жағдайда актив деген жұмыс істеп тұрады да Билайн жұмыс істемейді. Мысалы, соны деген кішкене суткаға шыдауын ба, соның бәрін жұмыстану керек деп ойлаймын. Жастармен бос уақытында тиімді әрі пайдаланып өткізуге қажетті жағдай жасау. Бұл мәселе бойынша да сол бізде енді спорт кешені салынды, соған тарттыру жастарды. Сосын бұл мәселе үлкендерді де қосып жүргізеді. Үйдегі уақытта үлкендеріміз деген қазір пенсияға шыққаннан кейін үйде бос уақытты өткізе алмай, тиімді уақытын пайдаланылмайды. Соған деген үлкендерді де мысалы бір орын ашып беру, шашқы бірдеңелер ойнауға. Сосын бір ойлаймыз ғана шведский стол дейді ғой, бір шайымен, зәтімен қойып, тиімді пайдаланып уақыт тауып беруге. Үлкендерімізді де ойлап қою керек деп ойлаймын. Әлеуметтік жағдайын төмен отбасыларға жүйелі көмек көрсету дейді. Бұл мәселе бойынша да аз қамтылған отбасыларға азық түлігін алып беруін ұйымдастыру. Бана айтып тұр ғой, шөптерін может арзантылған бағамен жемдерін может тасып беруге, сондай жағдайлар болса, сондарды бәрін ұйымдастыру керек деп ойлаймын. Халықты тұрақты кездесулер өткізіп, тұрақты ұсыныс пікірлерін жедел қарастыру. Бұл мәселе бойынша да ауылдың округ тұрғындар деген қалғы жинау қиын. Мысалы деген дом культураға да аз келеді. Сол кезде қазір желі интернеттер бар. Сол себепті сұрақтарын сол бойынша қабылдап, сосын тез жауап беруіне жұмыстанамыз деп ойлаймын. Сол тыңдағаныңызға рахмет. Рахмет, түсінікті. Ал құрметті ауылдастар, жаңа ғана кандидаттарымыздың сайлау алды бағдарламасымен толық таныстыңыздар. Ендігі кезекте кандидаттарымыздың сұрақ-жауап алмасуына көшеміз. Құрметті кандидаттар, қазір сіздер бір-бірлеріңізге сұрақ қойып, жауап беру керексіздер. Сұрақ қою уақыты 1 минут, жауап беру уақыты 3 минут аралығында болуы тиіс. Сұрақтар кандидаттардың жеке өміріне қатысты болмаған абзал, және де әр намысына тиетін болмау керек, және де белгіленген уақыт шеңберінен аспауларыңыз керек. Ең алдымен Ғалиев Ербол Ғалиұлы
және де Ғаниева Ақжарқын Әміржанқызы, Жомартов Жақсылық Жомартұлы, кандидатымыз Қосанов Нұркен Сабырғалиұлына деген сұрақтарыңыз. Қосанов Нұркен Сабырғалиұлына деген сұрақтарыңыз. Құрметті Нұркен Сабырғалиұлы, мен сізге мынандай сұрағым бар. Жұмыссыздықпен күресемін, ең бастысы жаңа бағдарламаларыңызда жұмыссыздықпен күресу бойынша да айтылып кеткен. Тұрмыстық әл ауқатын жақсарту мақсатында қайырымдылық, одан бөлек жұмыспен қамту шараларының қандай бағыттарына көбірек көңіл бөлер едіңіз? Ақжарқын Әміржанқызы, сұрағыңызға рахмет. Менің ендігі қойған сұрағыңыз жұмыспен қамту дейсіз. Ол жұмыспен жаңағыдай айтылғандай көптеген бағдарламалар бар. Жаңағыдай кредит жөнінде жастарға алып беру, жаңағыдай қазіргі заманда фастфудтар кең дамып жатыр. Жаңағыдай дөнер пісіру, сондайлар точкаларды аштырып, сондайлар жұмыстармен қамту деген ойымда бар. Келесі. Ғалиев Ербол Халиұлы. Сұрағыңыз. Сұрақ жоқ. Келесі Ғалиев Ербол Халиұлына деген сұрақтарыңыз болсын. Сұрақ жоқ. Түсінікті ғой. Ғаниева Ақжарқын Әміржанқызына сұрақтарыңыз. Ақжарқын Әміржанқызы, сіздің ауыл тұрғындары жұмыспен қамту бағдарламасын тарту деп сіз соны қай жағдайда қалай алға жүзеге асырасыздар? Сұрағыңызға рахмет. Өзекті мәселе бізде жұмыссыздық мәселесі те кіреді. Енді бізде жұмыспен қамту бағдарламаларының бірнеше бағыттары бар. Жаңағы шаруа қожалықтарына жұмысқа, кәсіпкерлерге жұмысқа тарту, яғни әлеуметтік жұмыс орны деп аталады. Сондай-ақ жастар практикасы бар. Жастар практикасымен де қазір 1 жылға жұмысқа қамтуға болады. Бұрынғыдай 6 ай емес. Ары қарай жаңағы азаматша өзінің жоғарғы деңгейде кәсібилігін көрсетіп жатса, тұрақты жұмысқа алып қалу жағдайларын қарау бойынша. Сондай-ақ қысқа мерзімді оқытуларға жіберу арқылы оқытып алғаннан кейін тұрақты жұмыспен қамтамасыз етуге болады. Сонымен қатар жаңағы қайтарымсыз грант бар, мемлекеттік бағдарламалар. Бұрын оның суммасы аз болған, қазіргі уақытта көбейді. Бізде оның қайтарымсыз грантқа қатысып, қазіргі күні кәсібін жасап отқан азаматшаларымыз, яғни ауыл тұрғындары бар. Ең басты бағыттарға, осы бағыттарға көңіл бөлер едім. Және де енді жоспар бойынша ақылы қоғамдық жұмыс ол жүре береді. Рахмет. Келесі кандидатымыз Жомартов Жақсылық Жомартұлына сұрақтарыңыз. Рахмет, сұрақтарыңыз болмаса, құрметті ауыл тұрғындары, ендігі кезекте кандидаттарға өз сұрақтарыңызды қоя аласыздар. Бүгінгі сайыстың белгіленген тақырыбы Жаңақазан ауылдық округінің әлеуметтік экономикалық дамуы. Демек, сұрақ бағыты сайлау алды бағдарламалар аясында және де ауылды дамыту және өзге де өзекті мәселелер бойынша болу керек. Сұрақ қою уақыты 1 минут, жауап беру уақыты 3 минут аралығында болып бекітілді. Сонымен бірге ауылдастар кандидаттарға сұрақ қойғанда олардың жеке өміріне қатысты болмаған абзал және де ар-намысына тиетін болмауы керек. Сұрақ жеке кандидатқа немесе жалпы барлық кандидатқа арнап жолдануға болады. Сұрақтарыңыз болса, кандидаттарымызға көкейде жүрген, мазалап жүрген сұрақтарыңыз болса, жиналысқа кандидаттар, сіздерге мына төртеуің айтатын нем, бана бәрінде жақсы сөйледіңдер былай. Но бір-екі нені айтпадым. Мына тазалық, сосын тәртіп керек. Мотоцикл итмін шықты тұру керек. Ауылды сәпсімен жүргізу, балалар тісейді.
оқпалдарды тікіріп сөйтіп шықтым. Соны біреу де айтпады. Сосын тазалық обязательно керек. Каждый үйдің айналасын, үйден мен тұрмай, үйдің айналасын мен тазаламын. Әр жағы қоқты ма? Тәртіп, масқара. Больница қалдыра ма? Көшелерде үйдің айналасы боқ. Тіпті басқа жерден кісілер келеді. Бізде қарапайым ел аламыз. Жасымыз келді ғой, 80-ға кетіп бара жатырмыз. Осы айтады. Сұрақ. Ұялмай, кәдімгі үлкен ма, кіші ма, кесіп айту керек. Болды. Дұрысына жүру керек. Осы айтады. Сұрақ енді барлық кандидаттарға бірдей қойылған сұрақ. Өз реттеріңізбен жауап берсеңіздер. Ассалаумағалейкум, аға, енді сұрағыңыз орынды деп ойлаймын. Бана айтып отырғаныңыз. Біздер мен деген мәселем де бар. Бана айттық қой, тазалыққа, көгалдандыру, затқа жұмыстану. Оған енді бана құру, сіз айтып отырғаныңыз, көшені құру, соған деген ұйымдастыруға жұмыстанатын боламыз. Енді бана тазалық жөнінде келсе, қазір деген заң шыққан сияқты. Мысалы деген қазір бұрын енді может құзыретінде болмаған болар, қазір шығып жатыр. Уведомление береміз. Қазір енді көшені бәрін әкімшілік енді бана ауылдың кісілері ұйымдастырып, ол субботниктер, сенбіліктер ұйымдастырылады ғой. Бірақ адамның жеке арт жағында болатын нәрсеге кәдімгідей қағаз берілеміз. Осылай уведомление. Бірінші ақсақалдар кеңесімен, бір-екі адаммен барып, участкөмен барып, уведомление береміз. Бана уақытын беріп, белгілеп. Осындай бір жұма ма 10 күн ба беріледі. Содан кейін енді тазартпайтын жағдайда участкөге штраф салады. Сондай. Енді бана мотоциклге де ата-аналармен сөйлесіп, қоғамдық кеңеспен ақылдаса тұрып, банадай ұйымдастыруға болады ғой. Бана ата-аналармен сөйлесеміз, оқушылармен сразу енді штраф салуымыз ғой, енді адамды сразу штрафпен қыспаймыз ғой. Бірінші келісіп, банадай предупреждениесін беріп, уведомлениесін беріп, шақырып, или оңаша кабинетке. Сондай жұмыста болады деп ойлаймын. Бәрі де сонымен келісетін болар енді. Сондай жұмыстар жүреді ғой. Меке аға жауап беріп кетейін. Жаңа да біздің бағдарламамызда да айтылды. Жаңа да айтып кеттім, қайталап айтайын. Тазалық, қоғамдық қауіпсіздік, тәртіп барлығы да біздің бағдарламамда қарастырылған. Ең басты маңызды ауылдың тазалығы және халықты сол мәдениетке үйрету. Оны жаңа заң аясында ішкі істер органдарымен бірлесіп жұмыстанамыз. Ит ату мәселесі бойынша ит атуды қазіргі уақытта ветеринардан алып тастады. Жаңа тұрғын үй шаруашылық бөліміне берді, олар тендерға беру керек, оның жұмысы көбейіп кетті. Жалпы ит ататын жағдайда ауданға сұраныс тастау арқылы міндетті түрде жұмыстар жүргізілетін болады. Мен де сұраққа жауап беріп кетейін. Ең бірінші жаңа мотоцикл деп айтсыз, ауылдың тазалығы деп айтсыз. Соның бәрін қамтамасыз ету үшін ауылдық орталығында жаңа камера қоюға, аудан орталығында бар ғой, сол бағытта жұмыстанатын болады. Сол сұрақ. Жауап. Ендігі тазалық жөнінде айтып отырсыз. Тазалықтан жаңағыдай айтып өткенде өзім акциялар өткізу. Көшелерге тазалық акциясы бар. Тағы да Жақсылық Жомартұлы айтып кеткендей, ескертулер беру, жаңағы арт жақтарында тазалау жөнінде ескертулер беріп, қағаз сол жақты сондай заттармен ұйымдастыру. Енді жаңағы мотоцикл деп жатса, ол енді оны тәртіп сақшылары өздері сол келіп реттеп деген ойдамын. Солармен сөйлесіп, солармен бірге қоян-қолтық жұмыс жасаймыз деген ойдамыз. Тағы да сұрақ қоюшы. Мен саламатсыздар ма? Құрметті ауылдастар, құрметті сайлауға түсуші үміткерлер. Сіздерге бірінші болып алдағы сайлауға сәттілік тілеймін. Мен есім Ганиев Рамазан Батырбайұлы болады. Мен осы ауылдың дәрігерімін. Енді тазалық деп жатсыздар. Тазалыққа ең бірінші болып барлығымыз ауылдағы әрқайсы жан баладан бастап үлкен кісілерге дейін жауапты. Енді бұл үміткерлерге менің ұсынысым өзім. Қалалық жерлерде қазіргі мусор обработка дейді. Сондай мәселеге инвестиция тартуымыз керек ауылға. Біріншіден, жаңағы шығып атқан әрқайсы қалдықтарды бөлек-бөлек жинауды ұйымдастыруымыз керек. Ол әрқайсы ауылдағы адамның өзінен бастау керек. Екінші, инвестиция тарту арқылы қазіргі кезде біз полигонға қалдықтарды шығарамыз, ол қалдықтар жиналып, қайтадан өзімізге ұшады.
А если сол шығып жатқан қалдықтар обработка болатын болса, ол жерден бөлектенетін болса, онда бұл ауылымыздың тазалығына ең алдымен жақсы мүмкіндік болады. Шығып жатқан әр қалдықты біз пайдаға асыруға болады. Мына малдан шыққан қалдықтың өзін үлкен біз соны газ айналдыру арқылы оны көгілдір отынға айналдыруға болады. Сол үшін ауылымызға жаңа айтып кетті ғой, осы жер үміткерлер. Ауылға инвестиция тарту, жұмыспен қамтамасыз ету, ауылдың тазалығы деді. Енді ол ауылдың тазалығы ол әрқайсы адамның несі, міндеті. Екінші мәселе сіздерден ол жерде осы инвестиция тарту арқылы осы обработка, мусорный обработка дейміз ғой, сол қалдықтарды обработка жасаудың жолдарын қарастыру деп ойлаймын. Алдағы уақытта сайланып, қай-қайсыңыз болса да сайланып жатсаңыздар, осы мәселені көтерсеңіздер деп ойлаймын. Себебі заман талабы сондай қазіргі кезде. Өте орынды. Ұсыныс ретінде тіркеп алдық. Саламатсыздар ма? Сайлаушыларға сәттілік. Менің ұсынысым, кім сайлауға өтсе де халықпен бірдей жұмыс жасаса деген. Мына мекемеден бос жұмыс орын босайды ғой. Бір адам босайды, соған 10 адам барамыз банағыдай жұмысқа кіруге. Оның ішінде де көп балалы да бар, жағдай төмен отбасы да бар, жағдай жақсы отбасы да бар. Сол банағыдай жұмысқа кіретін уақытта сол отбасы жағдайына қараса екен дейміз. Өздеріңіз көріп отырсыздар ғой, бір семьяда мүлдем жұмыс істемейді, жұмысқа кіре алмайды. Бір семьяда деген 4-5 жұмыс істейді, ол семья барда жұмысқа кіріп кетеді. Жұмыс істемейді семьядағылар артта қалып қояды банағыдай. Енді ондай мекемелер бар, өздеріңіз білесіздер, барлығын соны қолға алсаңыздар деймін. Рахмет. Тағы да сұрақ қоям деушілер бар ма? Мен сұрағым көп ауыр сұрақ емес енді. Осы ауылда болып жүретін күнделікті сұрақтардың біреуі. Енді мына кандидаттардың бәріне де сәттілік тілеймін. Биыл ризамыз, осы жастардың бәрі қолға алып әкім боламыз деп ұсыныс білдіріп жатыр. Жастардың жаңадан бастар істейді, жаңадан ұсыныс білдіреді деген үміттеміз. Енді жағдайда Сәкен Болатович бірнеше жыл осы ауылда жұмыс істегенде ауылдың малын бақтыра алмап еді, сендер қалай етіп бақтырасыңдар соны? Ауылдың малын енді бағу міндет қой. Мына ертең Алла осы асфальт келеді деп жатырмыз, асфальт келгеннен кейін айқай машинаға соғылатын мал, Красногор Петимер жақта болып отыр ғой. Соған өздерің қандай идеяларың бар, соны айтып беріңдерші. Сұрағыңызға рахмет, Айдынғали Жолдағалиұлы. Енді бұл көптен көтеріліп жатқан мәселе, ауыл тұрғындардың ішінде де көтеріліп жатқан мәселе, әр жиналыстарда, сходтарда көтеріліп жатқан мәселе. Біздерде қой малы бағылады, ірі қара малы көбінесе бағылмайды. Бұның енді бағылмау себебі бізде ауылдық жерде көбіне сауын сиырлар ауылға келеді, бойдақ малдар далада қала береді. Өрістің қашықтығы малдың көтерілуіне кедергі. Алдағы уақытта бұл мәселені осы жергілікті халықпен тағы да қайталап ақылдаса отырып, бірлесіп шешеміз деген ойдамын. Ол енді тұрғындардың да бір жағынан мал бағылғаннан кейін ақшасын төлеп бақтыру керек болады. Өзі барып келіп жүрген малдың тұрғындардың қалтасына да қолайсыздық болады. Оны осы жергілікті тұрғындармен халықпен ақылдасып отырып шешетін мәселе деп ойлаймын. Бұл жаңа сіздің қозғап отқан мәселеңіз күрделі мәселе, көп жерде кездесетін. Мал бағу, жаңа оны көп адамдар бақпайды. Қазір ешкім мал бағуға қауқарсыз. Менің өзімнің ойым жаңа мал қамау айып тұрағын ашу ауылдың ішіне. Бір-екі жерде мал қамау тұрағын ашсақ, соны ары қарай өзі жүреді деп ойлаймыз. Сол. Тағы сұрақ қоям деушілер болса? Саламатсыздар ма? Сайлауға түсіп жатқан үміткерлерге сәттілік тілеймін. Мен жас ата-ана ретінде сұрағым бар еді. Мына бала шағамыз, біздің ұрпағымыз дейміз ғой. Сабақтан кейін көп уақыттары қалады. Қаладан жақсы мамандарды шақырсаңыздар, мына кружок дейді ғой балдарға. Өте қажет. Бос уақыттары өте көп. Сабақтан тыс олар тек қана сыртта жүреді.
сол жағынан жұмыстансаңыздар өте жақсы болады. Өйткені біздің ауылда мына балаларға развитие ничего нету, ештеңе жоқ, ешқандай кружок жоқ. Вообще балалардың бос уақыттары өте көп. Сол жағынан бізге деген қалай енді әкімге енді жолдауым менің жеке сол жағынан. Сосын балаларға развлекательный комплекс болса, хотя бы енді көп емес болса да 1-2 осы қалай айтам, тоғыларды, ипыларды қозғасаңыздар көмектеседі деп ойлаймын. В общем, біздер қалаға шаппау үшін осындай қызықты балаларға даму бағытын істесеңіз, қолға алсаңыз өте жақсы болар еді. Рахмет. Сауалыңызға рахмет, Әлия ханым. Енді дейін біздерге жаңағындай өзіңіз айтқандай ойын алаңдарын салу үшін біздерге инвестор тарту керек, кәсіпкерлермен немесе осы жердегі жергілікті жаңа шаруа қожалықтарымен жұмыстану керек деп ойлаймын, ұйымдастырып. Енді алдағы уақытта өтіп кетіп жатсам, ұсынысыңыз міндетті түрде ескеріледі. Жалпылама өзімнің алдағы жоспарымда бұл бағыт бойынша аудандық музыка мектебі жанынан домбыра үйірмесіне және шахмат тоғызқұмалақ үйірмелеріне бір штат сұрау жоспарымда болып отыр. Міндетті түрде соны алуға, жұмыстануға. Рахмет. Енді барлығымыз сұрақ қойып жауап алған болсақ, енді құрметті кандидаттар, сіздер осы сәтті пайдалана отырып сайлаушыларға қандай үндеу жасар едіңіздер? Құрметті ауылдастар, барлықтарыңызды білесіздер, 26 сәуір күнге әкім алды сайлау болады. Сол сайлауға барлықтарыңызды келіп дұрыс таңдау жасайсыздар деген ойдамын. Барлықтарыңызды тегісте қатысуға шақырамын. Келесі жеребе бойынша. Құрметті тұрғындар, енді бәріңізді 26 сәуір күні болатын сайлауға шақырамыз. Тегісте ол барлығы өздеріңіздің ауылдың болашағы дұрыс жасайды деп ойлаймын. Құрметті ауыл тұрғындары, жерлестер, сайлаушылар, мен бұл сайлауға нақты өзгеріс енгізіп, нәтиже көрсету үшін түсіп отырмын. Біздің ауылдағы жаңағы аталған мәселелердің барлығын кезең-кезеңімен алдағы 4 жылда шешетін боламын. Егер маған сенім білдірсеңіздер, мен уәде беріп қана қоймай, жауапкершілікті мойныма алып, сіздермен бірге осы ауылды ары қарай дамытуға, халықтың әл-ауқатын жақсартуға жұмыстанатын боламын. 26 сәуір күні сайлауға келіңіздер, дұрыс таңдауларыңызды жасаңыздар дегім келеді. Құрметті ауыл тұрғындары, мына сайлаушылар, алла осы өткелі жатырған 26 сәуір күні сайлауға келулерін сұраймын. Бана менің бағдарламамды тыңдағандарға рахмет. Бұл бағдарлама бойынша жұмыстанамыз деп ойлаймын. Енді дұрыс таңдауларын жасайды деп ойлаймын сіздерді. Келіп қатысып, сайлау дауыстарыңызды беріп. Рахмет. Ал құрметті жиынға қатысушылар және де әлеуметтік желіні қолданушылар, осымен кандидаттардың бүгінгі пікір сайысы аяқтала келді. Жоспарланған кезеңнің барлығынан өткіздік. Кандидаттарға және де белсене сұрақ қойған тұрғындарға рахмет айтамыз. Кандидаттарға сәттілік тілейміз. Ауылдық округ әкімінің сайлауына ауыл болып тегіс қатысу әр азаматтың жауапкершілігі мен ауылдың болашағына деген жанашырлығы. Ауылына шын жан ашитын адам таңдау әр сайлаушының еркінде. Сайлау халықтың тікелей таңдауы. 26 сәуірде өтетін Жаңақазан ауылдық округ әкімінің сайлауға белсене қатысып, азаматтық ұстанымдарымызды білдіреді деп сенеміз. Назарларыңызға рахмет.